ұстаздың міндеті мен оқушының міндеті, ата ананың міндеті дегендерді заңдық тұрғыда стандарттап сызып беру мәселесі бар, нақтылап беру. Ол тек нақтылық, жүйелілік деген нәрсе тұрғысынан біз үйренетін нәрсе өте көп та, ол батыста. Ал бізде мысалға сол нақтылық, жүйелілікті оны бір ретінде алған жоқпыз. Және мына жақтан да егер авторитеттарны да алған жоқпыз ештемені. Бірақ өзімізше де ұлттық модель табылмай қалды. Сол үш бағыттың ортасында қалып кеттік. Бір жағынан мүмкін бұл енді бұның тағы бір айта берсең біреуін бұның экономикалық жағы да бар да. Өйткені бір жағынан сіз сол бағыттарды таңдау арасында ресерч жасап жатсыз мемлекет ретінде. Екінші жағынан оның экономикалық жағы бар. Мұғалімдер әлі айлығын ала алмай жатыр. 3 ай болды, 6 ай болды. Сол кезеңдерді айтып отырмын да мен мысалға. Былай айтқан кезде үйдің ішін евроремонт жасау керек, бірақ сізде әлі шарбақ жоқ та, мысалы негізінде. Әлі шарбақ жоқ, көше жол төселмеген. Сонда қайсынан бастауымыз керек, қайсысы маңызды дегенде 20-30 жыл өтіп кетті ортада. Бірінші жол ма, әлде үйдің іші ма, жол ма, үйдің іші ма деп тұрған кезде 20-30 жыл өтіп кетті да. Сол үшін кейбір нәрселерде енді ойланып жатыр. Біз негізінде мұғалімнің статусынан бастауымыз керек қой, оның кәдімгі айлығы 500 мыңнан төмен болмау керек. Бұл элементарный нәрседен бастауымыз керек екен ғой дегенге 20-30 жыл өтіп кетті. Оған да жеттік. Оған да енді жеттік. Ал енді онда шарбақтан былай өтейік, онда өтей берейік па, шарбақтан болды ма, шарбақ істелді ма, асфальт істелді ма деп, істелді деп, енді мектептің ішіне кірейік деп атқан кезеңге де өткеніне 5-6 жыл болды бізде. Қазір мектептің сапасы туралы әңгіме қозғаған кезде бізде айтады, бізде осылай сапа, бізде ата-ана құқығы, ана құқығы. Сападан бұрын әлі көп нәрселер енді шешіліп, біз үйдің ішіне қарай, мектептің ішіне қарай енді кіріп атқан жағдайда отырмыз да. Сондықтан жаңағы нәзік мәселелерді жақсы қозғап кеттіңіз. Әрине, оны да бір істеуге өте көп уақыт керек емес шығар Қазақстан үшін. Мысалы жаңағы айтқан нәрсені, жүйелік нәрсесін, нақты сызып беру нәрсесін ше, мысалға ата-ана есіктен кіру керек па, мектептің есіне мысалға кірмеу керек па? Барлық ата-ана мен тапсырыс берушімін дейді, мысалға жеке мектептер болсын, мен тапсырыс берушімін. Тапсырыс берушінің құқығы қай жерге дейін? Мысалға енді ешкім велосипед ойлап таппайды ғой. Жаңа сіз көрген жүйелерді қолданып жатқан мектептер бар мысалға. Бірақ жалпы бізде жаңағы ізденіс тұрғысында болып тұр ғой көп жағдай. Солардың тоғысында болып тұр да. Бір бағыт жаңағы құндылық, кімнің жақсы бір әдемі сөзі бар. Фридрих Ницшенің, енді қанша осыдан 200 жыл бұрын айтқан сөз ғой. Мектеп өзі 2-ақ түрлі болады дейді да, Ницше айтады. Біреуі мәдениет іздейді, екіншісі жетістікке жету жолын, біреуі мәдениет береді дейді, мәдениет үйретеді. Екіншісі жетістікке жолын үйретеді дейді. Бүкіл әлем мектептері екіге бөлінеді деп тұр ғой. Сондықтан біздікі енді мәдениет жағына да басымдық бермейді қазақстандық мектептеріміз. Тек қана жетістікке жету жолында дегенде де ол мәселені де шешіп тастаған жоқпыз. Сондықтан соның тоғысында тұрмыз ғой. Бүгінгі студиямыздың қонағы өзіміздің жаңа жақсы көретін, сыйлайтын, білім саласында жүрген Ұлан ағамыз, Ұлан Еркінбай ағамыз, Байтұрсынұлы академиясының негізін құрушы. Осыдан 6-7 жыл бұрын Байтұрсынұлы академиясын құрып, Байтұрсынұлы атамызды біраз зерттеп. Енді осы жайында бір сұрағым келеді. Ұлан аға, қараңызшы, мысалға Қаныш Сәтбаев атамызды біз танымаймыз. Немесе, мен ойлаймын, бізді мектепте танытпады. Тура сол секілді, мысалы, Байтұрсынұлы. Сол үшін сіз енді Байтұрсынұлы академиясын құрып, бұны дәріптеу керек. Біздің жаңа ұлт-азат жаңағы қаншама білім саласында оқу ағарту ісінде жасап кеткен жұмыстары бар деп, біздің сол қаншама ағартушылар бар. Осы жайында жалпы мына Байтұрсынұлы академиясын құрылу бір себебі, тарихы, бұның мақсаты, ары қарай не істейміз дегенде ғой, бір осы жайында қысқаша айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Енді Айдеке, мемлекеттер мысалға колонизациядан шығады ғой. Сол сияқты адамдар да отарлығында шығады екен. Жеке мемлекеттерде мысалы тәуелсіздігін алса, сол мемлекетте жүрген адамдар да өз алдына тәуелсіздігін алады екен да. Ал енді қағаз жүзінде мемлекеттердің тәуелсіздік алуы мысалға 1 жылға созылса, енді қағаз жүзінде, ал адамдардың тәуелсіздік алуы кейде ширек ғасырға созылып кетеді дегенде ғой, деколонизация. Сондықтан деколонизация біздің жаңағы Қаныш Сәтбаевтар, енді ол Алаштың ең соңғы ұрпақтары, Алаш зиялыларының шәкірттері ғой. Қаныш Сәтбаевтар, жаңағы Бекмахановтар, Мұхтар Әуезовтер, сол кісілердің шәкірттері негізінде. Қаныш аға Алаш зиялысының
өнімдері дегенсек болады да. жоқ енді Иә, білімге иә, деген енді өте орасан зор еңбектері бар. Шәкірт тәрбиелеу ісінде иә ол кісі бір модель. Енді соны айтайын деп отырмын ғой, сол қалай болды, олардың ұстаздары да бізге белгісіз оқытылмады. 70-80 жыл ұстаздары өзінің жаңағы сол кезең деколонизация жағдайы әлі жүріп жатыр да бізде. Деколонизация деген оқулықтардың тәуелсізденуі, білім беру жүйесінің тәуелсізденуі, экономиканың тәуелсізденуі мысалға ше. Бізде көп нәрселерде байқайсыз ба, осыдан 10 жыл бұрын мынандай трендтегі маркілер, кофеханалар, басқалар бәрі аттарын алып қазір мүлдем қазақша. Мысалға тары деп қояды, символдап қояды, ата әбзелдерін қояды. Бұның бәрі деколонизация, яғни бизнесте де бұл жүріп жатыр. Білім саласында да сөйтіп ұзақ жүрді бұл 20-30 жыл. Яғни мектепте біз жаңағы өзіміздің ұлы тұлғаларымызда ұлт көсемі Әлихан, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов дегендер, олар узкий кругта ғана айтылады, жаңағы зерттеу тұрғысынан ғана, ал жалпы халықтар білмейді. Онда себеп сол болып келеді. Бірақ енді біздің осы мынау тамыз кеңесіден бастап осыдан бір 5-6 жыл болды. Дәл сол Ахмет Байтұрсынов білім академиясы құрылған жылдан бір 2 жылдан кейін де біздің мемлекеттік жолдауларда Байтұрсыновтың атымен бастап алғашқы осындай мемлекеттік жолдауларда Байтұрсыновтың аты аталуы бізге кәдімгі жаңалық болды да. Негізі алаш зиялылары көп тәуелсіздік алсақ та нелерде атала бермеді. Сондықтан сондай бір мақсатта тіпті ұлт ұстазы деген сөзді қолданбайтын еді ғой. Қолданбайтын еді. Қазір енді мысалға Қасым-Жомарт Кемелге келіп еді, ол тікелей бірінші сөзін сол ұлт ұстазы дегеннен бастады. Бұның бәрі деколонизацияның уақыты, былай азаттану уақыты келіп жатыр, және батыл қадамдар болып жатыр. Мен мысалға осы жердің есімін мен осылай қоя алам деген. Мысалға антрополог Оразақ Смағұлдың мен осы жолым кітабын оқыдым жақында ғана. Енді ол кісі айтады, тіптен біздің ғалымдар да дейді, өзінің тапқан жері атауын дейді. Мысалға бір жерден орыста бір қазба жұмыстары Андроповтың бірнәрсе, Днепровка, бірнәрсе Ильяевка деп атын атайды дейді да. Өйткені ол орыстың жері өзі атау, ол дұрыс нәрсе дейді ғылымда. Біздің ғалымдар өзіміздің жерден тапқан, мысалға бір Үшқоңырдан бір жерден қазба жұмыстарын тапса, соның атын соны қазақшалап қоюға ешкім жүрексінеді дейді. Өз елінде 30 жыл тәуелсіздігі бар, басқасы бар. Бұл заң ғылымда да сондай дейді. Бұл археология ғылымда сондай, бұл білім ғылымда сондай. Біздің таңбамызға жаңағы отарлықтың таңбасы сіңгені соншалықты, бұл бүкіл салада сондай дейді. Бұл саясат ғылымында да, әлеумет ғылымында да. Сол үшін сондай болып тұр. Енді мен өзім осы 2000 жылдың басында Ресейге барып Ахмет Байтұрсынның несін қорғадым. Мәскеуде теория словесности Ахмета Байтұрсынова в контексте мировой литературы деп. Сол кездері енді мен ұстаздарым Заки Ахметов, Сейіт Қасқабасов деген кісілер академияда. Сол кезде алаш зиялылар енді ашылып, солай ғылыми оборотқа кіріп жатқан кезде бізге жастарға соны берді. Соны барып апарған кезде Москваға маған осылай прямым текстом айтты. Кто он такой Байтұрсынов деді да. Неге ол 1926 жылы біздің ғалымдардан бұрын бір-екі ғылымның басында тұр деді да. Почему мы его не знаем? Кто он такой Байтұрсынов деп. Сол маған өтіріктен алып келдің деп соны бетіме алып. Қазір Москвада үлкен нелер ғалымдар бетіме лақтырды кітапты. Сонда мен айттым, мен жай сөз емес қой, мен архив құжаттарымен бүйтіп қарап, сосын мойындап, сосын өздері қаламаса да қол қойып сөйтіп бізге сондай дәрежені, ғылыми дәрежені берді ғой. Бұның өзі 2000 жылдары. Енді келген кезде де сол жақта енді мен қазақша жазуға да былай қатты, қазақша жазып жүрген жігіт орысша дәлелдеп беруге де қатты қиналдым. Олардың тілдері де, мысалы, бірлерінің теорияны дәлелдеу үшін тілдері де өте күрделі да ахаңдардың, мысалға. Ақылысы аңдау, қиялысы меңзеу, көңілісі түю, осылардың барлығын айтып, бірнеше секундта жараған ол тіл болады, тілдің осындай көрнекілігі болады деп. Осыларды енді мен аударып, аналарға дәлелдеуім керек қой, сіздерден бұрын айтқам деп, мысалға. Олардан жаңағы Бахтин бар, Томашевский бар, бүкіл олардың кітаптарынан ахаң бұрын жазған. Сөйтіп қатты қиналып жүрген кезде сол жақта енді ол тегін кісі емес екені мен жатақханада әлі есімде. Бір күні өзі кірген ғой ахаң. Кәдімгі мен оны білмеймін, бірақ өң мен түстің арасында кіріп не алып, сосын бүйтіп кетіп қалам, қараймын. Сөйтсем жаңағы көзілдір киген, көне костюм киген, сол бүйтіп тұрып барып ассалаумағалейкум деп амандастым. Да, ол құшағына бүйтіп не алды. Сөйтіп шығып кетті. Сосын мен
бұл кім деп шама көз алдыма келді ғой, бірден ақ жүгіріп шықсам жоқ. Былайша айтқан кезде мен қатты қиналған кезде де сондай тегін адамдар емес енді келіп мысалы одан кейін мен енді жұмысым диссертациям бәрі өте жеңіл жүріп кетті. Түсіндіруім ше мен өйткені мен енді өзім алыс Түркістаннан шыққан сол орысшамен жаңағы Москваның элита академиясына түсіндіру өте қиын ғой. Бірақ жаңағыдай оқиғалар, тылсым оқиғалардан кейін негізі маған жеңіл болып кетті. Сосын елге келгеннен кейін де маған бір Ахмет Байтұрсынұлы деген бір әкем сияқты сондай бір елестеп, бір сондай қалай ол дейді да, мысалға бір немістің бір ғалымы айтты Москвада. Осындай бізде ондай бір сіз Байтұрсынов тапқан терминдардың, кейін енді Ербол ағамыз Тілешев айтты соны. Байтұрсынов тапқан терминдардың дейді 100% егер біреу тапса Германияда немістер, оған Германияның көшесінде алтыннан ескерткіш қойып тастар еді, бүкіл көшесіне деді да, Берлиннің. Сөйтіп айтты бір кісі. Байтұрсынов тапқан терминдардың 100%-ін тапса деді неміс қауымы. Яғни соншалықты адам жұмыс істеп тастаған, біздің бастауыш оқулықтан бастап, тіл құралынан бастап, барлық салада әліппемізден бастап бәрін нөлден істеп тастаған, әрбір несіне қадірін жете алатындай кісі, бірақ соны ұмыттырған. Сөйтіп тұрып сондай аяулы болып кетті, бұл әлемдік деңгейдегі масштаб адам екен ғой деп та, біз мысалға Илон Масктарды жақсы танимыз, бірақ масштаб тұрғысынан бір мемлекетті нөлден жасап, жаңағы идеологиясын жасап беру тұрғысынан, оқу ағартусын тұрғысынан Байтұрсын шынымен ерекше адам. Шынымен былай айтқан кезде өте ғұлама тұлға. Сөйтіп жүрген кезде енді өздеріңіз білесіздер, әріптес болдық, осы Pine Holding құрылды. Біздің енді жаңа бастама латын графикасына көшу мәселесі қозғалды. Соған байланысты практикалық бағыттағы академия құру қозғалды. Ол кезде мен бірден есіме болған Ахмет Байтұрсынов сондай ұлы тұлға болса да, бізде мысалға практикалық білім, мен былай айтқан кезде білім беру бағыты, education бағытында ол кісінің атында ештеме жоқ. Академиялық әрине тұрғыда бар, тіл білім институты бар, академиялық университет бар Қостанайда, жоқ екені белгілі. Сондай бір аргументпен Ахаңның аты өтіп кетті. Өздеріңіз куәсіздер. Бірақ ол кезде жаңағы анау сізге келген туралы ондай оқиға айтпадыңыз. Енді ол кезде бірден айтамадым, енді сіз сәті келді ғой, енді айтып отырмыз. Қараш, қандай тамаша, иә? Сондай тарихпен құрылды, ол платформада өте жақсы қабылданды мұғалімдер тарапынан. Қазір де мысалға бізде енді бір 7000-дай жазылушы бар сол парақшада. Қазір де сол қарап отырады, сіздер еркінсіздер, сіздер сертификат үшін жұмыс істемейсіздер, Байтұрсын академиясы. Сол кезде бір жаңалық болғанда, бір жаңадан келген бір Кембриджден келген бір академия сияқты мұғалімдерге анандай жүктеу жоқ, платформа, қалаған мұғалім өзі мысалға ақысын төлеп тіркеле алады. Ол жерде біз көптеген ғимараттарды пайдаландық, мына жерде Нұрорда мектебін пайдаландық, басқа да өз ғимаратымыз болды, мына Силкуй неде білесіз. Сол жерде де былай свободный неде Түркістан университеті еркін форматта солай бір өте жақсы болды. Парақша Байтұрсынов академиясының миссиясында солай жазып тұр, мемлекеттік немесе жаңа коммерциялық ұйымдармен еркін қарым-қатынас жасайтын платформа, есіңізде болса, солай жазылып тұрды. Солай енді жұмыс істеп кетті. Кейін енді мынау түрлі саяси ұстанымдарға байланысты, графикаға байланысты кейінге қалдырылды. Оған енді біздің бүкіл құрамды ұстап тұру енді мүмкін емес. Соған ғалымдар құрамын алдық. Уақытша тоқтап тұр дейсіз бе? Сондықтан қазір былай қарқынды сәл азайттық деген. Қысқаша айтқанда Ахмет Байтұрсынов білім академиясы. Бірақ енді өз сағатын күтіп тұрғанша түрлі жақсы жобалар, ұсыныстар болып жатыр. Жалпы латынға өту мәселесі қалай болып жатыр енді қазіргі жағдайда? Кеше күні осы 2-3 күн бұрын байқап қалдым. Қайтадан қозғалып жатыр бұл мәселе. Бұл енді тілге байланысты нәрсе. Біз мысалға географиялық тұрғыдан осы жерде мысалға айтады ғой, қазақта әкеңді, анаңды сен таңдамайсың дейді ғой. Енді мысалы сол сияқты көршіңді де біз адам мемлекеттер көршісін таңдамайды ғой. Енді Алла тағала маған мысалы мына көршіні берші деп. Сондықтан бізде қазіргі әлемдегі саяси ахуалға да қарап былай солай шегініп тұр. Кейде қайда мәселені көтеріп қояды, саяси бір ойындарға байланысты көтеріп қояды, кейде тоқтап солай болып тұр қазір. Әлде де бір қарқынды емес ол мәселе. Негізі кезінде осы ахаңдар, ол кісілер мына төте жазумен жазған ба? Бүкіл еңбектерін сіз мысалы зерттеу жүргізген кезде ол кісілердің жазбаларын, қолжазбаларын көрдіңіз, прям түпнұсқаларын. Олар төте жазумен жазған ба или латын әріппен жазған ба? Араб графикасының негізінде, енді араб шағатай графикасының негізінде
төте жазу деген нәрсе жоқ. Төте жазу енді төте жазу деп айтып кеткен ғой, бірақ енді араб тілі ғой, енді араб тілі. Араб графикасының негізінде Байтұрсынов жазуы. Бізде енді синоним ретінде төте жазу деп айтылады. Ал бірақ басқа мемлекеттер, Қазақстаннан тыс мемлекеттер оны Ахмет Байтұрсынов әліппесі деп атайды. Мысалы Қытай қазақтары, моңғол қазақтары, олар сөйтіп айтады. Байтұрсынов жазуы деп айтады. Қолданады олар. Өйткені Түркістанда оқып жүрген кезде бір студент болды, сол Қытайдан қазақ жігіт. Ол сол жаңағы араб әліпбиімен төте әліпби, сол Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиі ғой енді. Былай енді ол кісінің аты аталмай қалғаннан кейін, ол кісі туралы терминдер де аталмай қалды, кітаптарында аты аталмай қалды. Бұл кісілер тек қана өзі репрессияға түскен жоқ қой. Шығармашылығында атау, атында атау репрессияға түсті. Мысалы менің бір ұстазым, Зейнолла Қабдолов деген ұстазым, академик, ол кісі айтады, бізден совет үкіметі сұрады дейді да, аты жоқ, басы жоқ әдебиет бола ма деп сұрады. Біз болады деп жауап бердік дейді. Себебі Ахмет Байтұрсынұлы біздің басымыз еді, оны біз атын атай алмадық. Сол үшін ол кісінің кейбір терминдерін ұрлап, өз атымызбен жарияладық. Яғни сұрақ жауап алғанда, сендердің бастарың жоқ қой десе, біздің басымыз жоқ деп айттық дейді. Себебі Байтұрсыновтың атын атауға болмады. Сол сияқты енді көп елде, әсіресе мына енді Қытай қазақтарында көбінесе Байтұрсынұлы әліпби деп атайды, ахаң әліпби деп атайды. Ол кісі енді гибрид жасаған ғой. Жаңа негізінен сан ғасырлық тарихы бар. Құран араб графикасының негізін алған. Өйткені ода ақылға қисынында не бар дейді, оңнан адам неге жазу, өзі арабшада былай оқу, жазу тәсілі не ғой, соны негізге алған дейді. Енді мен әдебиеттану жағынан болғасын, мен лингвист емеспін. Соны негізге алған қисын тұрғысынан. Және қазақтың дыбысталу нелерін байланысты жаңағы харакеттеріне, фонетикасына, лексикасына біраз өзгеріс енгізген. Сонымен бұл жаңа әліпби шығарғанда ортаға. Енді кейін түрлі саяси жағдайға байланысты қайттан ортаға латын келді, өйткені заманның нелеріне байланысты. Сөйтіп сол кезде 50-ші жылдар тағы латын графикасы ауысты. Бұл да енді колонизацияның бір түрі, тек қана соғыс түрінде емес, әріпті жиі ауыстыру арқылы сананы да былай кешеуілдету. Сосын қаншама жазбалар сол бұрынғы көне тілде қалып қояды дейді ғой. Сонда адамның дамуы да тежей бастайды енді, қанша дегенмен. Мысалға жақында бір зерттеулер бар, оған үлкен сделкалар дейді, үлкен келісімшарттар ақшаға жасалған. Көп адам, тарихын білетін адамдар басқаша отырады. Енді әртүрлі келісімшарттардың тарихын зерттеген ғой. Бір неде, Норвегияда бір университет, бизнес келісімшарттардың тарихын зерттеген, сол адамдардың тарихын зерттеген. Солар қол қойған адамдардың, кәсіпкерлердің. Сөйтсе жаңағы бәрібір санасы отарланбаған елден келгендер ұтысқа шығады екен. Өйткені олар өзіне сенімді болып отырады екен, мысалға ше. Мысалы 1 миллиардтық қаржы болса, одан ұтылып тұрса да, ол өзіне сенімді болса, мысалға бір жерде қол қоймай қояды. Мысалы бәрібір ұтысқа шығады да. Сондай да. Сол үшін жаңағы біздің әріп графикамыз жиі өзгеруі империя тарапынан, енді қай империя екенін біліп отырсыздар. Сол өзгеруі бұл экономикалық тұрғыдан да, мәдениет тұрғысынан да, идеология тұрғысынан да кешеуілдете беру ғой. Соның несін әлде тырнақшаның ішінде жемісін әлде жеп келе жатырмыз. Жақсы. Енді өзіңіздің қазіргі салаңызға өтейік. Қазіргі қызметіңіз қызық мектеп, осы қызық мектеп жайында қысқаша айтып берсеңіз. Бұл мектептің ерекшелігі, жаңағы не дейді, басқадан ерекшелігі неде? Фишкасы дейді ғой, әрбір жаңағы кәсіп болсын жаңағыдай белгілі бір өзінің бір фишкасы болу керек. Сіздің енді Айдеке, білім саласында жүргеннен кейін кейде ойланады екенсің. Негізі университет саласында көп жыл жүріп қалдым да, комфорт жағдайда көп жыл жүріп қалдым, былай айтқанда. Комфорттың зияны бар екен, комфорттың ішінде жүргенде бірден ойлана бермейсің. Кейіннен сыртына шыққанда ойланасың дегендей. Сол комфорт жағдайда көп жүріп қалдым. Университеттерде жаңағы салыстырмалы түрде айлық көп, сосын жаңағы шетелге көп шығамыз. Енді жалпы айтқан кезде ойланбауға кейде көп мүмкіндіктер бар. Сөйтсек, ұрпақ тәрбиесі, енді Байтұрсыновты зерттегеннен кейін ол кісілерді қараймыз, олар бастауышта да сабақ берген, колледжде сабақ берген, барлығын істеген, әлемдік деңгейдегі академик ғалыммын деп отырмаған. Сосын енді
мынау әсіресе сол 30-дан асып 40-қа қарай жақындаған кезде ой түсіп қатты біз нақты бір нәрсе бере аламыз. Мысалға университетте мен өтсем өмірім өтіп кетеді. Бірақ енді жарайды профессор боларсың, академик боларсың, жарайды оқулық жазасың бір 10 шақты 20 шақты. Бірақ бәрібір жаңағы қайнаған тәрбиенің ортасын көре алмай кетесің да. Өйткені олар тұлға болып келеді саған. Университетке келген адам енді ол тұлға ғой. Олар енді кәмелетке толған, оларға ақыл айтпайсың ғой енді. Университетке кірген адамға ақыл айтпайсың ғой. Олар сенімен дәрежесі тең ғой былай айтқан кезде. Ал енді ар жақта не болып жатыр дегенде сөйтіп орта білім саласына араласуға ниет келген кезде сол жылдары, сол 2017 жылдары Астанаға келгенбіз. Дәл сол сәйкес болған өзі Құдайдың бір несі ма, септігі тиді ма, өзі 5 бөлмелі бір пәтер ұстадық та. Бірақ бағасы сол 2 бөлмелімен бірдей болып қалды да, сосын ұстай салдық. Енді ол қазаққа кең үй керек қой. Ол кезде бала шағамыз да көп емес еді қазіргідей негізінде. Сонда бірақ білмеймін енді Құдайдың бір несі ма, ол жерде қызық мектеп ашам деген бір не жоқ ол кезде әлі. Содан жаңағы 5 бөлмелі пәтер, қасымызда енді бір 20 метр жерде мектеп тұрады. Ол мектептің аты Байтұрсынов, 42 Ахмет Байтұрсынов мектебі екен. Қызық болғанда Байтұрсынов атындағы мектеп. Содан мен енді жұмысқа кетемін. Ол жерде Казгюда істеймін, таңертең кешке келемін, сонда балаларымды оқытып. Сөйтіп мектепке жұмысқа тұрып алайын деп барған ғой енді. Жаңағы Индира үйдегі кісілер. Жеңгеміз. Жұбайымыз барған, сөйтсе ол айтып, мектептің завушы бір-ақ сөз талап бар депті. Сен жассың, мектеп, семья дегенді ұмыт депті. Бір сөз есінде қалған әйтеуір, семья дегенді ұмыт. Сосын қайтып келген, сосын айлы қанша екен деп кешке ақылдасып жатырмыз ғой. Семья дегенді ұмыт деген талап, басқа талап жоқ. Енді отпен енді істейтін болсаң істе деген әңгіме ғой. Сосын өзі балаларымыз бар кішкентай. Сосын жаңағы семья дегенді ұмыт дегенде қанша айлық екен десем, сол 60-70 мың айлық дейді. Деп бұл 2016 жылдары, 2017 болған шығар. Содан енді ондай болса біздің үйге онда адам бәрін есепте экономика одан сен үйде бала тәрбие иә сол дұрыс. Сонымен енді мен ұлым 1-ші класс, сол кезде сол оның балалары келеді, соны олардың сабағын өтеді сөйтіп. Сосын олар айтады екен бір-біріне, қызық мектепке кеттік деп. Ол кезде ақылы ешнәрсе жоқ былай. Үйде жаңағы 10 шақты бала оқып жатыр. Оны тамағын әкеліп тастап, мен өзімше Стив Джобстың гаражында дейсіз ғой. Иә, Стив гаражында. Өзімше мен университеттен алған айлығымды соларға беремін, жаңағы тамағын әкеліп беремін, бір қызық болып тұр да. Содан айттық, мынаны бір жүйеге түсірсек болады екен, өйткені үлкен қалаларда. Өйткені ол жерде проблемалар шықты ғой. Балалар, үйге келген балалар ыстық тамақ ішпегені анықталды. Үйлерінде мысалы ыстық тамақ ішпейді екен, өйткені күні бойы әке-шеше жұмыста. Нелері. Сосын үйге келіп тамақ ішу процесі дұрыстала бастады, сабақ үлгерімі дұрыстала бастады. Сосын жаңағы көп нәрселерді біле бастады. Бұл деген негізі мегаполистер үшін үлкен проблема екен әлеуметтік деп. Сөйтіп солай басталып кеткен еді. Содан кейін енді біз тағы Темірлан деген шәкіртім қосылды. Астанадан карантинге дейін 4-еуін аштық. Бұнда концепция былай болды ғой, сол үлкен мемлекеттік мектептердің қасынан майда сондай үй жағдайындағы орталықта көп болса деген. Бұл жердегі негізгі фишка бала партадан партаға өтпейді, партадан үй жағдайына келеді, үй жағдайында жүріп, жаңағы өзінің бір әжесінің үйіне келгендей сезіну, сосын мейірімділікті, қамқорлықты молынан сезінген бала білімге де құштарлығы ашылады. Қарапайым бір формула. Осындаймен бастадық. Енді карантин кезінде бірақ біз кішкене жүрегімізде қорқыныш ұяла бастады, өйткені қауіпсіздік жағы бар ғой карантиннің. Сөйтіп карантин кезінде біз күл филиалдарымызды тоқтатып, негізінен сол үлкен ғимараттың 1-ші этажында еді біздікі. Сондайлардан гөрі жабық, мысалы бір 20-30 соттық жері бар, жабық коттедж жағдайында қауіпсіз болады ғой деген бір шешімге келдік та. Сол жаңағы неден кейін, вирус карантиннен кейін біз сондай форматқа ауыстық. Қазір сондай форматта, қысқаша айтқанда. Қалай жүріп жатыр енді қазір? Шүкір, бізге модель түсінікті болды. Қазір бір 35-40 баланың төңірегінде. Бірақ біз негізі сенбі жексенбілік форматта да оқытып жатырмыз. Ол балдардың енді саны біраз көп ауысып тұрады. Одан кейін жаңағы 90-дық 4 мезгілдік оқу лагерлеріміз бар. Лагер деген атылымыз, ол сабақ негізі 10 күндік. Олай есептесек көп, енді қалада бір 1000-2000 бала бізбен байланыста тұрады. Кітап оқу онлайн жобамыз бар дегендей. Жалпы бұл жерде баланың сол кітапқа сүйіспеншілігін,
өзін тануға сүйіспеншілігін, сосын қазақы мәдениетке деген сүйіспеншілігін арттыруға байланысты бір сондай бір орта болып тұр қызық мектеп. Негізі бұл өте негізі керек орта балаларға. Шынымен де Англияда біз енді жуырда көшіп бардық, жаңа айттыңыз ғой, комфорттан шығу деген. Негізі Астанада жүре берсек комфорт. Сөзсіз комфорт. Жұмысың бар, бала-шағаң бар, мектебің бар, түсінікті, барлығы түсінікті, достарың бар, жаңа күнделікті кешкісін барып бір мезгіл ойнап кететін жаңа ойының бар, дегендей ғой, бәрі бар еді. Бірақ сол бәрін тастап шетелге бардық, көрейік деп. Себебі оған да бір түрткі болған жағдайдың біреуі, балаларымыз қанша үйде біз енді өзіміз ауылдан шықтық қой, ауылдан шықтық, қазақша сөйлейміз, қазақ тілдіміз, орысша ойлай алмаймыз. Бірінші ой қазақша, адам енді қай тілде ойласа, сол тілде сөйлейді. Біз қазақша ойлаймыз, қазақша сөйлейміз. Балаларымыз орысша сөйлеп, көп орысша сөйлеп бастады қазір. Астананың білмеймін, бірден бір проблемасының біреуі шығар. Балаларымыз қанша біз үйде қазақша сөйлеңдер, қазақша десек те, бауырлар бір-бірімен орысша сөйлеп отырады. Ол демек, ол уже орысша ойлай бастады. Бұл ойды кішкене былай, мына ойдан арылсын деп, бір переход болсын деп, бір жағынан ақыры соғырам орысша үйреніп жатыр ғой, демек ана жақта ағылшынша үйренсін дедік. Үйде тек кілең қазақ тіліндеміз, мектепте ағылшын тілінде. Сон комфорттан шығып барды. Енді кеше мектепте басымыздан бір кейс болды. 3 үлкені мектеппен жақсы не қылып кетті. Ешқандай не жоқ, байланыс орнатуда еш проблема болған жоқ. Айша да, Қасым тіпті с удовольствием барады. Олар ана интернетте неден оқып көріп алған ғой, кішкене шетелде, Англияда, Америкада жаңағыдай мектепте буллинг болады деген секілді. Сондай ондай ештеме жоқ дейді. Бүкіл балалардың барлығының фокусы тек қана оқу, білім дейді. Болды. Ешкіммен несі жоқ дейді жаңағыдай. Жеке мәселесінде бір жұмысы жоқ дейді. Сонымен Қасым уайымы жоқ. Болды. Бірінші күн барғаннан бастап, ертеңнен бастап уже мектепке шын немен барады, ықыласпен барады. Таңертең ерте, ертең түске дейін ба? Таңғы 8:35-те басталады. 8-де кетеді мысалы мектепке. Мектеп 4:30-5-ке дейін жүре алады, өйткені библиотека жұмыс жасайды 4:30-ға дейін. Бірақ сабақтары 3-те бітеді. Түскі ас ішінде. Түскі ас әркім өзі алып барады, немесе сол жерден тамақтан. Сонымен үлкен үшеуі жақсы мектеппен байланыс орнатты. Ешқандай не жоқ. Кішкентайымыз садиктен, енді балабақшадан мектепке өтті ғой. Мектепке өтті, 1-ші сыныпқа барды, қатты қиналды, стресс болды баланы. Сонымен енді бастауышқа жауапты орынбасары мектептің жаңағы хед дейді ғой. Сол басшы шақырды бізді. Жұбайым екеуміз бардық. Ал не болар екен деп сөйлесек деп ана шақырды жаңағы завуч. Мен барып сөйлесіп отырмыз. Маған бір қатты ұнағаны, жаңа әсерленгенім, біз баланы бұл жаққа сіз стресс болу үшін, жаңа білім, ол не емес дейді, ол бәрі жаңа екінші. Бала бірінші бақытты болу үшін келу керек. Біздің бүкіл мақсатымыз бала бақытты болсын дейді бұл жерде. Мектептің позициясы бұл. Мектептің позициясы. Екінші дейді, бала қауіпсіз болсын дейді. Біз үшін екі нәрсе бұл маңызды дейді. Бақытты и қауіпсіз орта. Бұны ата-ана бала білу керек дейді. Сол үшін сіз уайымдамаңыз дейді. Бала қазір стресске кіріп жатыр, мұғалім тыңдамайды, столдың астына кіріп кетеді. Оның бәрі нормально дейді. Болатын нәрселер. Біз бұны қалай түзетеміз? Сіздер неғылмаңыздар дейді. Балам жаңағы оқымай жатыр, бармай жатыр. Сіз қинап баланы әкелмеңіз дейді. Бала өзі келсін дейді. Шынайы ықыласпен келсін. Өйткені бұл жер бақытты жер, бұл жер қауіпсіз жер. Соны түсіндіріп, ата-ананы тәрбиелеп жатыр бұлар. Бізге түсіндіріп жатыр. То есть бізді өйткені енді бала стресс болып жатқаннан кейін біз де стресске кіріп жатырмыз ғой енді. Бала мектепке жоқ, ол да балаға да әсер етеді ғой. Сіздердің стресске кіргеніңіз балаға да әсер етіп тұр ғой. Сонымен ал енді бұны қалай шешеміз? Соны ақылдасайық дейді. Көрдіңіз ба? Мәселен қалай қойып жатыр? Бұл сіздің қызық мектеп, сол кезде бірінші сіз есіме түстіңіз ғой. Орта создавать. Орта. Маңыздысы балаға бірден 1-ші классқа отырғызып қойып, партаға отырғызып қойып, білім үйрету емес. Бала бірінші ортаны бейімделсін, ол жерде өзін бақытты сезінсін, өзін қауіпсіз сезінсін, одан кейін ол білім бәрі болады, ол ашылады бала. Сол сіздің қызық мектепке шынымен андай сәттілік тілейміз. Мен айттым, мынау шынымен де жаңағы Қазақстанға жаңағы керек, мынау не екен деймін да, жаңа позиция. Шынымен завучтың жаңа айтқандарына мен прям өзім
таң қалдым. Не деген бұл бала, нағыз мектеп. иә, бала бақытты болсын дейді, болды. Қалғаны шешіледі ол. Қалғанның бәрі шешіледі дейді. Жаңағы несенің айтып отқанда сол ғой, жаңағы мәдениет үйрететін мектептер болады әлемде дейді да, біреуі тек қана жетістікке жететін, жаңағы үздік өмірде үздік. Жұбайым екеуміз шок болдық. Сөйтіп қайттық. Сонымен оның шешімін айтты. Таңертең келгенде баламен бірге жарты сағат бірге боласыз деді. Прям мені мектептің ішіне кіргізді. Мен баламен бірге кірем кәдімгідей. Жерге бірге отырам баламен бірге кітап оқимын сол жерде. Өйткені ол бала өзін осы жерде еркін сезінсін, үйінде жүргендей. Ал бізде не бір аутсорсинг сияқты сырттан қашып кетеді, асығып. Бізде сразу кесіп тастайды. Ол уже бала ойлайды, сосын мен мынау маған керек емес, бір жаман жерге әкел. Жақсы жер болса да баланың ойында ол сіз бірден қашып кеткеннен кейін ойлайды да ол. Жоқ, еще оңына солына қимылдатпай тіке бүйтіп қарап отыр деп бала анау не қылады, болды, все, стресске кетеді. Сол жабылғаннан жабылып қалады қаншама бала. Бұл кәдімгідей, бұл да кәдімгі қылмыс қой негізі. Статистикаға көрінбейді бұл қылмыс, бірақ бұл қылмыс кәдімгідей. Осыны енді қалай бізде түзетеміз, қалай жөндейміз бұны елде? Енді былай ғой, қалай жөндейміз дегенде қызық мектептерді көбейту керек қой деймін. Көбейткенде былай деке, мен айтып отырмын ғой, жаңа бізде жаңа деколонизация барлық салада болса да, бұл бизнесте де бар. Бизнес саласы бұл үлкен жауапкершілік та, кәсіп саласы үлкен жауапкершілік. Мысалы мектептер ашу үшін адам қаншама жетілу керек, оның жаңағы негізгі оборот айналым түсінігінен бөлек мектептердің оборотын түсіне алатындай деңгей, ол басқа деңгей да. Мысалы оңай емес ол ше, мектеп ашу деген. Мен көріп жатырмын, қазір көп деген достарымыз мектеп ашып жатыр. Мектептердің барлығын ашудан жабу көп Қазақстанда. Бүкіл Қазақстанда проблема тез ашылып, тез жабылады. Өйткені оларды кәсіп деп, нағыз бизнеси кәсіп деп ойлап қалды. Әрине білім беру саласы бизнес, бірақ бизнестен де үлкен бизнес. Бизнестен жаңағы ағылшынша мақалдың несі де бар ғой, бизнестен де үлкен бизнес. Сондықтан көбейту үшін бұл жерде жаңағы жауапкершілік көп болу керек. Әсіресе іскерлік салада жауапкершілік өте көп болу керек. Жауапкершілік деген мысалға мен миллиардер доллар кәсіпкермін, бірақ менің балам, ата-бабам осы жерде, балам осы жерде, менің әулетім осы жерде, мемлекетім осы жерде. Былайша айтқан кезде мен мемлекетті былай сатып алып, қалтама салып, басқа әлемге кете алмаймын, бірақ осы жерде болғасын мен осындай концептуалды жобаларға кірісе аламын дегендей нәрсе. Ал жоқ, олай емес, көп жағдайда байқаймын, енді 5 жыл, 6 жыл, 10 жылға дейін шыдайды. Бұл жерде жаңағы кадрлық өсіру мәселесі бар, барлығы шығын ғой. Мұғалімдер пулын дайындау бар. Оның бәрі ақша келмейтін сала, былай айтқанда. Ұзақ уақыт ақша келмейді, бірақ енді өмір бақи ақша келетін салада. Ал бұған дайын бізде кәсіпкерлік сана, бұған әлі толық буржуазиялық бизнес деп айтады енді әлемде бұны. Жаңа ұлттық буржуазия деп айтады, ұлттық кәсіпкерлер деп. Әлемде бұл көп елдерде былай несін өткен, кейсін өткен нәрсе. Бірақ бізде әлі бұл сала қатты жетілген жоқ. Біз қанша дегенмен бұл адамдардың былай тары ойлау емес, біз солай ағыммен солай дамып келе жатырмыз. Дұрыс жолда солай дамып келе жатырмыз. Мен мысалға айта алмаймын, мен өзімнің немді қызық мектепте мысалға сіз 40-50 миллиондық машинамен жүрсіз, сіз 5-6 қызық мектептің орталығының көлігін мініп, общий оборотын мініп жүрсіз деп айта алмаймын мен. Себебі мен ондай модель, өйткені ондайға кәсіпкерлердің де өзінің уақыты келеді ше. Уақыт керек дейсіз ғой. Уақыт керек, бәріне уақыт керек. Бірақ енді түсініп, мысалға сіз көрдіңіз, сіз қазір түсінгеніңізді айтып отырсыз, басқа да нелер көрді, мысалы лагерьге де өткенде бір үлкен кәсіпкерлер бала-шағасын әкеліп жатыр біреулер. Онда көріп, олар саналы түрде көп нәрселер келеді. Сол кезде бірақ бұл жағынан да біздің мұғалімдер базасы мен модель базасы дайын тұру керек та. Сондай тұр. Мысалға енді біз қазір қолымыздан келгенше өз түлектеріміз, мысалы біздің түлектер 5-ші класстар өткенде келді бізге, 7-8 класс балалары барлығы гүл алып келіп, үйге келіп, қонақ болып келіп жатыр да. Сенбі-жексенбі келеді. Олардың санында 500-600 бола. Біз соларға қызық мектеп тай деген, көем тай деген үлкен жоба ұйымдастырып отырмыз. Біз сенбі-жексенбі күндері ол ата-аналары бізге табыстайды. Ол балдарды біз 2 күн атқа мінгіземіз. Тек атқа міну емес, ол жерде сабақ оқу бар, кино көру бар, өмірге мамандық таңдау бар, кітап оқу. Негізінен кітап пен ат. Сондай бір Астананың маңынан жақсы жер қарап, солай істеп жатырмыз қазір. Сонда қызық мектеп тай деген жобамыз, енді бұл үлкен сыныптарға арналған. Біз қолымыздан келгенше соны дамытуға тырысып жатырмыз да.
мысалға біздің жалпы жылда 360 күніміз болса, соның бір 50% демалыс екен бізде. Сол неге сол демалыс күндерге арналған біз мектеп ашпаймыз деген мақсатта. Бұл жерде жаңағыдай ат деген сөз тек қана атқа міну емес, енді баланың тамақ жеуі, генетикалық коды, болашақта үйленген кезде жаңағы баланың баласыз болып қалмауы, белсіз болып қалмауы, баланың жаңағы шешім қабылдай алуы атқа мінген кезде, дұрыс денсаулық, бұл бүкіл нәрселер бар бұның ішінде. Біз оны атқа міну деп кішкене бір айтқанда пазлдың бір шетін ғана шығардық қазір. Бірақ өте кешенді жоба бұл да, шынын айту керек. Баланың жаңа тарихи танымы, дүние танымы, өзінің жеріне ие болуы деп осындай нәрсені қозғадық. Енді қызық мектеп тай деген жобамыздан енді үміт күтіп отырмыз. Оған да неге ашықпыз, мысалға бірлесіп істеуге мекемелерде. Мысалы бір мекемеде 100 деген 200, 300, 400 ата-ана болса, біз олардың балаларын әрдайым сенбі жексенбісін бізде уайымдамай сабақ орындауы, атқа мінуі, ұлттық тағам жеуі, қауіпсіз тренерлермен жүруі, әйтеуір 2 күн гаджетсіз бізге баланы сыйға беріңіз, уайымдамаңыз. Бірақ ешқандай, әрине енді 15 мың, 30 мың теңгеңіз аламыз, бірақ және біз одан қатты бір пайда, шығынға кіріп кетпесе, қатты пайда көруде шартымыз жоқ. Бірақ балаларды жаңағы виртуальный әлемге байланып үйінде отырудан және осы мемлекетке бірақ немқұрайлы қарайтын ұрпақ тәрбиелеуден сақтап қалсақ деген осы мәселе бойынша сол қазіргі жаңағы қандай жаңалық деп жатсыз ғой. Бұның жаңағы мәселелердің бір шешудің бір кішкене бір болса да жолы, яғни бір әрекетімізді жасап жатырмыз дейсіз ғой. Иә, соны әрекетіміз жасап жатырмыз. Маңыздысы не ғой, әрекет жасау. Ұлғайту жағынан әрекет жасап жатырмыз. Себебі біз экономикалық жақтан, енді мұғалімдер составы, біз экономикалық жақтан ғимарат алып, оны өткен ондай жағдайымыз болмағаннан кейін, мүмкіндігіміз бізде ғимараттар бар, бүкіл Қазақстанда ипподромдар бар, басқа да бар, ғимараттар бар, бүкіл ғимараттар бар, пайдаланайық. Сенбі жексенбі деген Құдай берген күн бар, жыл 12 ай, ешқандай немес, жаздың уақыты емес, жыл 12 ай, сенбі жексенбісіне сондай бағдарлама жасап істеу. Қолымыздан келгені енді бұл да. Бүкіл жерде біз ғимарат алып қызық мектеп ашу шарт емес. Біз жоғары сынып балдарын біз сенбі жексенбі күні тек сондай кемпинг форматында бір мектеп ашайық деп сондай көріп отырмыз әзірге. Мен жақында ғана қазіргі ұрпақ қандай зумер дейді, одан кейін келе жатқан жаңағы альфа келе жатыр дейді ма, енді бүйтіп таласып жатыр енді. Жалпы батыс халқының бір ұнайтын жағы қандай да бір жаңа істі жасағанда жан-жақты зерттейді, зерделейді, сөйтіп барып жаңа жасайды. Тіпті кәсіп жасағанның өзінде де кәдімгідей жан-жақты зерттейді. Жақында ғана бір оқып қалдым мақала. Nike өзінің жаңа несі бар еді, слоганы. Just do it. Біз енді анау марафон, әріптестермен марафон жүгіріп тұрамыз. Біздің де жаңа құндылықтарымызға кіреді, ол жаңағы анау ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген жолды ұстанамыз. Сол үшін жаңа Nike-тың слоганы бар ғой, just do it. Енді олар зерттеп келіп, мына зумерлерге арнап өзінің слоганын өзгертіпті. Who do it? Бұны кім жасайды? Өйткені зумерлер бізге просто жаса десе, біз барып жасай беретін едік та енді. Біз басқаша едік. Оказывается, зумерлерге сен барып жаса десең, олар жасамайды. Енді біз қазақ тілі болсын, жаңа сіз мысалға Байтұрсынұлының сөздерін айттыңыз ғой, өте ауыр деп. Оның өзін біз жаңа келесі ұрпақтарға қалай жеткіземіз, қалай түсіндіреміз оны. Олардың тілінде оңай түсіне алу үшін, түсіндіре алу үшін қазақ тілді контенттер бар мысалға да. Қалай біз көбейтеміз? Жаңа айттым ғой, тілдің мәселесі. Бізде Астанада тұрмыз, вроде бәрі қазақ аудитория көп, қазақ тілді мектептер көп. Соған қарамастан балалар өсіп келе жатқан ұрпақ барлығы орыс тілінде сөйлейді. Себебі неге? Өйткені олар контент орыс тілінде. Көріп жатқаны орыс тілдерінде. Енді бұлай айтқан кезде зумер келесі ұрпақтар, келе жатқан ұрпақтарға мына кітап оқудың өзі мысалға может зумерлер үшін басқаша болуы мүмкін. Кітапты жарайды, мына кітапты оқып бітіретін шығар, бірақ мына кітапты оқып бітіре алмауы мүмкін мысалға. Осыны енді бұл жерде кішкене кейбір нәрселер әрекеттерді қолымыздан келгенше жасалады, бірақ шын мәнінде ол кейбір ағымнан, кейбір нәрселерден біз бәрібір
алшақ кете алмайтын сияқтымыз, қатты кете алмайтын сияқтымыз да. Өз құндылықтарымызды ұстап қалу бұл жерде басты принцип та. Біз мысалға неге жаңағы тіл курсы қызық мектеп тіл деп ашпадық мысалға деп жатырмын енді. Мысалы тай дегендегі мақсат не? Тай дегендегі мақсат бұл жерде тай деген бұл тарихта, яғни бүкіл әлемде мәдениеттің өзі екі ақ нәрсесі бар: көшпенділер мәдениеті және сол көшпенділерден қорғанған бір мәдениет дегенде. Бұл дүние жүзін алайықшы енді, ғаламшарды алсақ өзі екеу ақ қой. Біз және басқалар деген сияқты біздің ата бабаларымыз салып кеткен не бар, және соларға қарсы бір әйтеуір отырықшылық мәдениет бар, отырықшылық мәдениет және көшпенділер мәдениет. Бізде жаңағы қызық куем тай деген кезде астарында негізі осы жатыр да. Сен кімсің? Қазір мысалға бүкіл әлемдегі білім трендтерін қарасаңыз, мектептер позицияларын өзгертіп жатыр. Бүкіл әлем былай кетіп жатыр, баламалы мектептер былай кетіп жатыр. Мектеп мен кіммін деген сұраққа, менің менің өмірге келу себебімнің мақсаты не дегенге ойландыра алса, ол мектеп. Сондай сұраққа ойландыра алса, ол университет. Сондай сұраққа ойландырса, ол курс. Сондай сұраққа ойландырса, education саласы осы. Бірақ сұрақ: мен кіммін? Менің өмірге келу мақсатым не? Мысалға осы салада мен 40-50 жыл бойы жүрсем де, әлі мен кіммін? Шынымен мен өміріме осы маған арналған өмірді сүріп жатырмын ба негізінде ше? Мысалға мен мұғалім, бірақ шынымен Құдай мені ұстаздыққа жаратты ма? Ол іздену ол ешқашан бітпейтін іздену. Білім саласы осыған қарай келсе, қалған нәрселердің бәрі интернетте тұр дейді да. Мектептер айтып жатыр. Қазір енді эксперттер айтып жатыр, дүниежүзілік ең мықты эксперттер. Қалған нәрселердің барлығын ала алады. Онлайн школалар бар. Чат GPT бар дейсіз ғой. Хан академия бар, тегін мысалға ала бер. Бүкіл хоумскулингтардың миллион түрі бар әлемде онлайн. Сондықтан бәрін алады балалар, ата-аналар да бәрін алады. Ата-анаға басқа жұмыс жоқ қой баласынан басқа. Ата-ананың ең үлкен әлемдегі жобасы бала ғой. Жоқ, менің жұмысым бар. Мен енді үйдегі ең жақын орыс тілді балабақшаға беремін. Себебі менің жұмысым бар. Сенің жұмысың бар ма, әлде сенің балаң бар ма? Мысалға сұрақ. Сенің өмірге келу мақсатың не мысалға ше? Сол жұмыс, енді бала деген проекттен сенің жұмысың өте үлкен болса, ол сенікі қандай жұмыс? Ол сұмдық жұмыс қой онда сенікі ше? Мысалға ше, баланың проектісінен үлкен жұмыс болса, сенің жұмысың. Өйткені ана жерде қазақ балабақшасы тұр. Бірақ оған сен барамайсың, себебі жұмысыңнан кешігесің да негізінде. Сен мынаған бересің. Сосын араласатын ортасын не қыласың. Ана жер жақсы емес, ана жер сенің уровнің емес, ана жер не емес, ана жер басқа емес. Айналып келген кезде бәрібір сен сол өзінің ана тіліндегі ортадан басқа орта таңдауға сен өзіңе бір ақтау ойлап табасың. Таба алатын адам табады. Себебі Алла тағаланың ең үлкен проектісі бала болса, бала. Сен оны одан үлкен проект бар деп түсініп отырсаң, түсінбей отырсаң, сен әрине оны ойлап табасың. Бірақ себебі енді қазақтың астанасында тұрып та солай баласын қазақи орталарға тәрбиелеп сөйтіп жүрген, сондай ойындармен, тек қана сондай приложениялермен, сондай нәрсені ойнатып жүрген, негізгі базасын ең болмаса 10 жасқа дейін солай қалыптастырып жүрген отбасылар да көп негізі. Ондай бір кейстер өте көп. Ал бірақ жалпылама алған кезде әрине енді былай баланың тағдырына кәдімгідей алаңдап, орысшаға қазақша сөйлеп тұрған баланы қазақшада болашақ жоқ, орысша тіліне бер деп жатқан ата-аналар да көп. Мысалы, бұл жерде өте қиын да. Бұл жерде мысалға эксперттер не істеу керек, мемлекет не істеу керек. Мысалға біз сияқты мектеп қазақша орта тәрбиелеймін деп жүргендер не істеу керек бұл жерде. Мысалға мен бір ғана кейс айтайын. Купеде келе жаттым, Алматыдан кітап оқиын деп, ұзақ жолға. Сонда жас семья болды. Күйеуі мысалы 30-дарда, жұбайы 25-терде, үшеуі де орысша сөйлейді. Сосын мен ұзақ сөйлестім, күйеуі орысшалау, енді мәселені шешетін енді негізі келін екен. Ең сонда келін екеуміз қалдық. Күйеуі енді диалогқа араласпады, ол тыңдап жатты жаңағы. Ол кісі бүйтіп айтты ғой, аға дейді, сіздің бір күнгі әңгімеңізді бәрін түсіндім, мен бірақ баламды орысша оқытқым келеді деді да. Мен орысша оқытқым келеді, ол құндылық, мен айтып отырмын да, баланың базовый комплектациясы бар. Құдай тағала базовый комплектация деген жаратқан. Екі жаңағы машинаның 4 дөңгелегі, моторы болмаса, ол енді машина емес деген сияқты. Сен ең болмаса баланы 5 жасқа дейін өзінің моторынан айырмайсың, енді басқаларын жаңағы лавабо нелерін сосын сала бересің 6 жаста сөйтіп не қылсам.
Ол өйткені менің базовый комплектациям орысша аға дейді да, мен балаларыма соны бергім келеді. Былай айтқан кезде менікінің бәрін әшейін жай нотация деп тыңдап отыр. Енді ондай сол кезде мен ойландым, сонда мен не істеп жүрмін деп ше, мысалға мен өмірге сүру мақсатында мен не істеп жүрмін, мен неменеге жаңағыдай 100 қызық мектеп ашамын деп жүрмін деген сияқты ойлар. Ол кезде мен қайтадан өте күрделі, бұл жерде экономикалық ойлар да кетеді, басқа ойлар да кетеді ғой, мысалға түрлі. Сондықтан бұл жерде жаңағы келесі ұрпаққа не істеуіміз керек деген кезде ата-ананың саналылығы, ата-анада саналылық оятуымыз керек. Ода жаңағы баланың ең үлкен жоба, ең үлкен құндылық екен балаға байланысты. Мысалға өзім мұғалім болса да, мен мысалға осы қызық мектепті ашар кезде мен көрші мемлекеттерде, әсіресе Ресейдің жас семьяларына қарап, біз ашқан жылы 6000 болған, қазіргі жағдайда бір 20 мыңдай жаңағыдай үй мектептері Ресейде жас семьялар. Бұлар жұмыстарынан тастап, бәрінен тастап, тек қана баласы үшін 2-3 жас семья бірігіп, жаңағы культурасын үйретіп, музыкасын үйретіп, баланы қабілетін істеп, мектепке апармай өздері сол хоумскулинг жасап отыр. Бұл 20 мың семья. Бұмен жаңағы мемлекет санасып, бұған ата заңға да өзгеріс енгізді. 11-ші сыныпқа дейін сіздерге рұқсат береміз мектепке келмеуге. Заң бойынша және сол балаларға бөлінген подушевой ата-ананың шотына түсіп жатыр. Сіз Айдарбек ағай ол кісі қазақ тілінен сабақ беріп жатыр, жұмыстарын тастап өзінің баласына. Мен ағылшын тілінен сабақ беріп жатырмын. Спорттан ана жанымыздағы көрші бүкіл проектісін тастап ол сабақ беріп жатыр. Себебі басқа проект жоқ оларда өмірде. Жас семьялар, оның бәрі 20-25 жасар жігіттер. Мен мысалға сол кәдімгі серпін болды да, осы қызық мектеп ойға келуіне сол оқиға кәдімгі серпін болды. Өйткені олар ана бала үшін бәріне бармақшы. Баланың тілін, ана тілін сақтап қалу үшін және баланың ішкі мәдениетін, баланың өзінің тұлғалық қызығушылығын сақтап қалу үшін бәріне бармақшы. Олар жақын мектепке бере салып, сол жерде 17 сабақ оқып жүріп, 14 жыл, 15 жыл бала өзінің уақытын өмірде бір-ақ рет берілетін ең өнімді уақытын сол жерде өткізгенін қаламай тұр олар. Қалап тұрған жоқ. 15 жыл, мысалы бір адам түрмеде де 15 жыл өткізе алады, мектепте де өткізе алады, мақсатсыз жүрсе. Мектеп бәріне міндет емес қой, жеке индивидуальный мектеп. Әйтеуір білесіз, қазір 3000-4000 бала кіріп шығып жатыр мектепке. Мектепті біз кінәлай алмаймыз. Ал баламыз үйде 2-3 баламыз, бізді кінәлай аламыз өзімізді. Өйткені 2-3 балаңа сен терең ойланбасаң, онда жаңағы Абайдың қара сөзіндегідей Абай сұрақ қояды. Ана фильмде де бар, «Звездочки на земле» деген фильм бар, сонда Абайдың проблемасын айтады да, қызықты салыстырмалы түрде дейді, жаңағы адвокат бір баласын адвокат қылып тәрбиелейді, бір баласы жаңағы оқу жазамайды. Сондай кекеш, егер сол фильмді көрген оқырмандар бәрі біледі, ол баланы, ерекше бала. Сонда анау мұғалім болып актер хан неме, ана актер бар, атақты өзі. Амирхан, мұғалім болып үйіне барған. Амирхан үйіне барады да әкесімен сөйлеседі. Енді әкесі үлкен чиновник. Сол кезде екеуінде Абайдың сөзі болды. Абай сұрақ қояды. Баланы сен өмірде әкелуге мақсатың не еді? Менің артынан ас берсін деп туғыздың ба? Менің артынан Құран берсін деп туғыздың ба? Деп жаман сұрақ қояды балаға. Абай қазаққа қойып жатыр ғой. Сен баланы не үшін туғыздың деп сұрақ қойып отыр. Өте ауыр сұрақтар қойып отыр. Одандағы баланы өмірге әкелмеген жақсы емес пе деп сөйтіп сұрақ қояды. Тура осы сұрақты жаңағы фильмде енді біздің неміз құндылықтарымыз әлі көп фильмге айналып жатқан жоқ қой. Бірақ енді аналогия тұрғысынан жаңағы тура Әмірхан да сұрақ қояды. Сіз бұл баланы не істемекшісіз? Өзіңіздің бір арман мақсаттарыңыз бәрін қойып, осылай жаңағы үлкен баласы өйткені өзінің жолымен келе жатыр да, жаңағы адвокат, теннис, гольф ойнайды. Сөйтіп сұрақтарды қояды. Сол үшін бұл жерде жаңа сіздің сауалыңызға байланысты Айдеке, бұл жерде көбінесе қоғамның сана тұрғысынан қоғамның дамуына және ата-аналардың позициясына, ата-аналардың ұстаным дамуына көп нәрсе байланысты. Өйткені қазіргі жағдайда біздің қазақ ғалымдар да, қазақ мемлекетіміз де бұны ата-аналар айтып жатыр. Мысалға барлық жерде кейбірде көтеріліс жасап жатыр. Мысалға біз қазақ сыныптарын азайтыңыз деп митингке шығып жатқан қалаларда көп. Мысалға деймін да, енді бүкіл нәрсе салыстырмалы түрде. Сондықтан естіп те жатырмыз, Алматы қаласында қазақ тілді мектептерінің саны күрт төмендеп жатыр екен деп соңғы жаңалықтардан естіп, оны да таңғалып жатырмыз, ол қалай деп. Сонда бірақ бәрібір ата-ананың бойында өкініш қалады. Мен жаңа купеде 1,5 сөйлескенде
ер азамат күйеуі айтты, бізді ойландырдыңыз кәдімгідей, біз бұл тақырыпты ойланбағанбыз дейді, ойландырдыңыз дейді да, үлкен өте сондай былай бақуат семья, ойландырдыңыз деді, біз бұны әлі жалғастырамыз отбасымызбен деді. Себебі баланың әр кезеңде алатын өзінің витамині бар, сол витаминнің біреуі ана тілі болса, сен одан шектеп қалатын болсаң, ертең оны жауап бересің, ол бала сені қылқындырады, бір 10-20 жылдан кейін айтады, маған неге осындай душар қылдың, кезінде беретін витаминді неге, балабақшада беретін витамин маған неге бермедің деп, мысалға қазіргі жастар мүлдем психолог сотқа да тартуы мүмкін, ана тіліне байланысты сотқа да, әке шешесі тарта алады, сотқа тарта алады. Себебі мен ол кезде мүмкіндігім болмады ғой, қазір енді мүмкіндігім болды, мен сені сотқа тартамын, неге менің ана тіл деген витаминімді ұрлайсың сен, кім саған құқық берді мені басқа тілдегі витаминге беруге деп айта алады ол деп ойлаймын, айта алады, солай келе жатыр жастар. 10-20 жылдан кейін сондай оқиғалар естіп жатсақ, қинал. таңғалмау керек шығар. Ұстазым болды, менде ұстазым, алғашқы ұстазым Қалжан апай деген кісі. Ол кісі жаңа ана ретінде қабылдады, бізді бір баласы ретінде қабылдады. Баласы ретінде қабылдады. Сол тұрғыдан жаңа енді біз қазір білім саласын зерттеп сөйтіп түсініп жатырмыз ғой, енді сөйтсек жаңағы мейірімді барынша аямай берген ұстаз ғана есте қалады екен да. Біз Қалжан апай бізде солай қалды есімізде. Бала мысалы қызық мектептің концепциясында жаңағы мейірім, қауіпсіздік, қимыл, дұрыс тамақтану деген осы бағыттар бар да. Бұлар кәдімгі базовый бағыттар. Бұлардың орнын математика, гимнастика, басқа бір мысалға жаңағы нақты ғылымдар сондаймен ауыстырсаңыз, ол үлкен сыныптарда мысалы 5-4 сыныпта болатын нәрсенің барлығын орнын ауыстыру болып саналады да. Үлкен қателік болып саналады балаға ше. Бала негізі айтамайды, ата-анасынан асамайды, ол қанша дегенмен ата-ананы біледі деп ойлайды. Бірақ ішкі дүниесінде онда арпалыс болады. Оған бәрібір сіз мейірімнің орнын бассейн басып жатады, мейірімнің орнын ағылшын тілі басып жатады. Жаңағы баламен еркін ойнайтын уақыттарының барлығын үйірмелер басып жатады. Ал ол еркін ойнау, оның болашақта тұлға болып өсуіне, оның базовый өзінің кім екендігін, жаңағы өзінің тұлға екендігін тануына сол ойындар, сол қимыл сабақтары көп көмектеседі. Баланың дарынды болып тууы ол бар негізі. Ол бар нәрсе. Бірақ дарынның да одан кейін дарынның енді 99% еңбекпен келеді дейді ғой. Сол нәрсе бар. Үшінші айтатын нәрсе орта. Орта бұл баланың өмірінің қалыптасуына да дарынды қылады, болашақта жаңағы 1000-нан жүйрік 100-ден тұлпар болуына да ортаны қосатын емен, орта себепші. Сіздің де ана нақты кейстермен келгеніңіз күшті болып тұр да, ортаға. Солай ма? Жоқ, анау мен былай ғой, маған салса отыра беремін ғой, бірақ анау ана жақта жоқ қой, қазақ жоқ қой. 2 ай шөлдеп келдім ғой дегенім ғой, қазақ тілі жоқ, мынанда жаңа қиналасың, ағылшынша сөйлей алмайсың, еще ана британский акцент деген тағы бар. қинайды еще. Ана сөздердің соңын жұтып қоя ма, бірдеме де түсінбей қаласың ана британский сөздерді. Біздің пайынның орамал тон болмай жол болады дейсіз ғой. Керемет. Бізде де Қасым кітап енді. Керемет. Керемет. Сізге біздің сыйлығымызды қабыл алыңыз.